Kımbat okuşlar, kımbat ustazlarımız, bugün yine bizim okuşları Енді 27-сінің туған күні соған байланысты еске алып, Құран оқытамыз ғой, оқытып жатырмыз үйде бейсенбі жұма. Енді туған күнді еске алу мақсатында әкесі, отбасымыз өзі мектепте 115-ші мектепте оқыған, осында 115-тің балалары келді. Әрқашанда осында біз келген кезде есіктен айқара ашып, осылай бізді күтіп жағдай жасап отырады. Үлкен рахмет әкімшілігіне, осы оқушыларына. Және де осындай игісті бастап, жаңағы Құдай бұйыртса қор ашылады деп жатыр. Бұл енді тек қана Қазақстан емес, әлемнің қабырғасын қайыстырған қаза болды, білесіздер барлықтарыңыз. Жаңағы интернеттен неден көріп жатырмыз бәріміз. Сондықтан бұл игі бастамамыз ары қарай жалғасын тауып, дәстүрлі турнирге айналады деген ойдамыз. Және де болашақта бұл турнирді республика көлемінде, одан кейін әлемдік деңгейге шығарсақ па деген ниетіміз бар. Бойы болған сөзі жылман, кімді көрсем мен сонан, бетті бастым, қатты састым, тура қаштым жалма. Өз ойында, тұл бойында, бәрмәні жоқ пендесі. Түзде мұрзаң, үйде сырдаң, сөзі қылжаң еркесі. Ас құрансың, мал сұрансың, бермегенмен кетірсің. Адам аулап сыпыра салып, байды жаулап жетірсің. Сөз құдыртқан, шын құдыртқан, алдың арын саудалап. Бұтты шапты санатты, байдан атты алмаған. Кедейі ер, кесе